Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода ең капризный меренговый рулетті дайындаудың қатал ережелерімен таныстырамын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең бірінші ереже: қолданылатын ыдысымыз, миксеріміз, қолымыз су болмау керек. Бір тамшы судың өзі белоктың жақсы взбивать етілуіне кедергі келтіреді. 4 жұмыртқаның ақуызынан сарысын ажыратып аламыз. Сарысы қосылып кетпеуі маңызды. Жаймендеп миксердің жылдамдығын көтере отырып взбивать етеміз. Аз-аздан қантты бөліп саламыз. Жылту қоюланып қалғанда бір ас қасық лимон сығынысын қосамыз. Видеода 2 чайная ложкамен қостым. Лимон болмаса лимонная кислота қосуға да болады. Сонда жарты чайная ложка лимонная кислота қосасыз. Белокты лимонная кислотаға қарағанда лимон сығынысы жақсы взбивать етілуіне көмектеседі. Формасын ұстап дайын болғанда бір ас қасық картоп немесе жүгері крахмалын қосып 5-10 секундтай взбивать етіп жібереміз де противеньге орналастырамыз. Кондитерский мешокқа салып әдемі формаларда пісіруге де болады. Жүрекше, домалақ, төртбұрышты қалауыңызға қарай форма беріп 2-3 қабатты торт жасасаңыз да болады. 130-140 градусте 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Беті сәл қоңырқай, яғни бежевый түске айналғанда аламыз. Пісіп жатқанда бетін ашуға мүлдем болмайды. Егер пешіңіз тез әрі қатты пісіретін болса, градусын азайту керек. Егер мұны байқап меренге уақытынан бұрын қоңырқай болып күйіп жатса, 2-3 секундқа пештің есігін ашып, градусын азап төмендетесіз. Бұл уақытта тоңазытқышта тұрған мұздай 33% сливкиді аздап взбивать етіп аламыз да сахарная пудра қосып взбивать етеміз. Қоюлана бастағанда творожный сырдан қосып, формасын жақсы ұстағанға дейін тағы взбивать етеміз. Дайын болған меренганы пергаментке немесе орамалға аударып алып суытамыз. Ыстық кезінде де, салқын кезінде де пергаменттен босата беруге болады. Салқындаған меренгіға кремімізді жағып аламыз. Ортасына қалауыңызға қарай жемістер қоссаңыздар болады. Қоспасаңыз ол өте дәмді болады. Чайға топ. Осы жерде бір кеңеспен бөлісейін. Егер жұмыртқаны сіз салқын холодильниктен бірден емес, кішкене температураны, бөлме температурасына келтіріп, содан кейін взбивать етсеңіздер, тез взбивать етіледі. Байқап рулетті орап аламыз. Бетіне артылған кремімізді жағалып, қалауымызға қарай әсемдеп аламыз. Бірден жеуге болады, немесе холодильникте сақтап, сосын ұсынуға да болады. Видеода айтылған кеңестер ұнаса, қолданып көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Маған сіздердің қолдауларыңыз жаңа ерекше рецепттер түсіруге мотивация береді. Көріскенше.